Сәлем достар. Бүгін біз Қазақстандағы үлкен экономикалық өзгеріс туралы сөйлесеміз. 2026 жылдан бастап елімізде қосылған құн салығы, яғни НДС, қазіргі 12%-дан 16%-ға көтеріледі. Бұл жаңалыққа президент Тоқаев қол қойды. Енді барлығымыздың көкейімізде бір сұрақ: бұл өзгеріс біздің өмірімізге қалай әсер етеді? Баға өсіп кете ме? Әлде мемлекет үшін пайдалы қадам ба? Осы видеода осының бәрін тарқатып айтамыз. Алдымен қысқаша тарихқа көз жүгіртейік. Қазақстанда НДС алғаш рет 1992 жылы енгізілді. Ол кезде салық жүйесі енді қалыптасып жатқан. Кейін бірнеше рет өзгерістер болды, бірақ соңғы жылдары 12% деңгейінде сақталып келді. Осы уақыт ішінде халықтың көбі НДС дегеннің бар екенін біледі, бірақ оны күнделікті қалай төлеп жүргенін сезбейді. Мысалы, дүкеннен тауар сатып алғанда біз түбіртектегі соманы көреміз, бірақ оның ішінде НДС бар екенін байқамаймыз. Бүгінгі таңда НДС 12%. Бұл барлық тауарға және көптеген қызметке қолданылады. Мысалы, сіз азық-түлік, техника, киім-кешек, тіпті кейбір онлайн қызметтер сатып алғанда да олардың бағасына НДС қосылады. Яғни мемлекет үшін НДС бюджетке түсетін ең үлкен табыс көздерінің бірі. 2023 жылы жаңа салық кодексі қабылданды. Президент оған қол қойып бекітті. Ең басты өзгеріс: НДС 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап 16% болады. Неге бірден емес? Себебі мемлекет бизнеске де, халыққа да бейімделуге уақыт бергісі келеді. Бұл 2 жылдық кезеңде кәсіпкерлер жаңа жүйеге дайындалады, ал халық болса бағаның біртіндеп өзгеруіне үйренеді. Енді неге көтерді деген сұраққа келейік. Біріншіден, бюджетке қосымша қаржы керек. Қазақстанда зейнетақы, жәрдемақы, білім мен денсаулық сақтау саласына үлкен қаражат жұмсалады. Екіншіден, мұнай бағасы тұрақсыз. Ел экономикасы мұнайға тым тәуелді болғандықтан бюджетке тұрақты кіріс көздері қажет. Үшіншіден, халықаралық тәжірибеге қарасақ, біздің НДС деңгейі төмен болатын. Мысалы, Ресейде 20%, Еуропаның көп елінде 20-23% аралығында. Тіпті кейбірінде одан да жоғары. Сондықтан 16% әлемдік стандартқа жақындау. Енді бәрімізді мазалайтын ең маңызды тақырыпқа келейік: бізге, яғни қарапайым халыққа қалай әсер етеді? Алдымен азық-түліктен бастайық. Қазір нан 150 теңге десек, 2026 жылы ол шамамен 160-170 теңгеге қымбаттауы мүмкін. Сүт, қант, май сияқты өнімдер де біртіндеп өседі. Техника мен тұрмыстық заттар да арзандамайды. Мысалы, бүгін 200 мың теңге тұратын теледидар 220 мыңға жетуі ықтимал. Әрине, бұл нақты емес, бірақ экономистердің болжамы осыған жақын. Халық үшін бұл инфляцияның тағы бір толқынын білдіруі мүмкін. Сарапшылардың ойы әртүрлі. Кейбір экономистер бұл шешім инфляцияны күшейтеді, халық қиналады дейді. Басқалары 16% аса жоғары емес, бұл әлемдік тәжірибеде қалыпты деңгей деп сендіреді. Тіпті кейбірі Қазақстанға 20%-ға жеткізу керек, сонда ғана салық жүйесі тұрақты болады дейді. Ал қарапайым халық болса, негізінен баға қымбаттайды деп алаңдайды. Сонымен достар, 2026 жылдан бастап Қазақстанда НДС 16% болады. Бұл бір жағынан бюджетті нығайтуға арналған шешім, екінші жағынан халық үшін қосымша шығын. Яғни екі қырлы қылыш. Бәрімізге бейімделуге тура келеді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бұл дұрыс қадам ба, әлде халыққа ауыртпалық па? Пікірлеріңізді міндетті түрде жазыңыз. Каналға жазылып, видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ал біз алдағы уақытта басқа да экономикалық жаңалықтарды талқылаймыз.